Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 63 нанның ерекшелігі. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді рөлге бөліп оқып, Жомарттың сұрағына жауап беріп көріңдер. Негізгі ойды анықтаңдар. Жомарт пен Берік доп ойнауға далаға шығады. Жомарт доп ойнап қарық қылмады. Берік, біраз ойнайық деп ұсыныс жасап еді. Жомарт, шаршап қалдым, күш-қуатым жоқ, қарным аш деді. Менде нан бар деп Берік бір үзім нанды шығарып екіге қақ бөлді. Жомарт өз сыбағасын айналдыра қарап отырып, апырай, мына нанның іші неге осынша қуыс-қуыс болды екен деп сұрады. Қуыссыз нан болмайды деп Берік ақыл-көйси сөйледі. Нанды пеште пісіреді, ал оның іші өзің білесің, тым-ыстық. Көріп жүрген шығарсың, тағам қуырылып, яки қайнап жатқанда беті көпіршік атып тұрады ғой, қамырдың іші де сол сияқты. Жоқ, олай емес, деді Жомарт сәл ойланып. Шамасы нан зауытында қамырды пешке салғанда соның ішіндегі бірдемелер күйіп кететін болу керек. Міне сөйтіп сол жерде қуыс қалады. Ха-ха-ха, әпендісің сен, нанның ішінде бірдемелер күйіп кетсе, онда қытырлатып көмір шайнап отырмас па едің? Өзің әпенді, деп Жомарт өкпелеп қалды. Жомарттың сұрағына жауап. Қамыр ашығанда ішінде ауа көпіршіктері болады. Нан піскенде сол ауаның орны қуыс болып тұрады. Мәтіндегі негізгі ой: нан ерекше ас, қатты қарның ашқанда жүрек жалғауға болады. Әдеби тіл нормалары. Одағайдың түрлері. Одағай қолдану сипатына қарай үш түрге бөлінеді. Көңіл-күй одағайлары, шақыру одағайлары, жекіру одағайлары. Көңіл-күй одағайлары адамның әртүрлі сезімін, көңіл-күйін білдіреді. Жағымды эмоцияны білдіруде қолданылатын көңіл-күй одағайлары алақай, бәрекелді, пах-пах, мә, охо, тағы басқа. Жағымсыз эмоцияны білдіретін одағайлар қап, әттеген-ай, ойбай, масқара, тағы басқа. Әрі жағымды, әрі жағымсыз мағынада қолданылатын одағайлар ту, пай-пай, шіркін, ау, беу, тағы басқа. Екінші тапсырма. Оқылым мәтіндегі леп белгісінің қойылу себебі мен одағай сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Мәтіндегі шаршап қалдым деген сөйлемде көңіл-күй одағайы жағымсыз эмоцияны білдіреді. Лепті сөйлем болғандықтан леп белгісі қойылған. Ха-ха-ха, әпендісің сен деген сөйлемде де көңіл-күй одағайы ха-ха-ха қолданылып тұр. Лепті сөйлем болғандықтан леп белгісі қойылған. Нанды пеште пісіреді, ал оның іші өзің білесің, тым-ыстық. Бұл ерекше көтеріңкі дауыспен айтылған лепті сөйлем. Сондықтан сөйлем соңына леп белгісі қойылған. Мұнда одағай жоқ. Одағай сөз жоқ. Үшінші тапсырма. Шылаулар мен одағайларды қатыстырып мәтінді қорытындылаңдар. Үнді және ұяң дыбысқа біткен сөздерге жалғаудың қай дыбыстан басталып жалғанғанын анықтаңдар. Халық ас атасын нан дейді. Нанның құрамында адамға қажетті тағамдық заттардың барлығы бар. Біз ағзамызға қажетті көмірсутегінің жартысын, ақуыздың 1/3, В тобындағы дәрумендердің жартысын, көбірегін, фосфор мен темір тұздарын жеген нанымыздан аламыз. Бізге қажетті құнарлы қорегіміздің 30%-ын нан өтейді. Нанды ата-бабамыз қадірлеген, дастарханның басты тағамы ретінде санаған. Нанды қадірлеп, бір ұсағында жерге шашпауымыз қажет. Мұндағы адамға, мұнда м үнді дыбысынан соң ғ, яғни ұяңнан басталған жалғау жалғанып тұр. Ақуыздың, мұнда з, ұяң дыбысынан соң д, ұяңнан басталатын жалғау жалғанып тұр. Дастарханның, мұнда н үнді дыбысынан соң н үндіден басталған жалғау жалғанып тұр. Тағы басқа. Төртінші тапсырма. Жазылым. Жақша ішіндегі берілген синонимдік қатардағы сөздердің тестісін қойып жазыңдар. Себебін түсіндіріңдер. Жұмсақ нан пісіру өнері ертедегі мысырлықтардан гректер мен римдіктерге көшкен. Грекияда ашытылған қамырдың пісірілген нан жөніндегі алғаш рет біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда ауызға алынған. Алайда ондай нан сапалы пісірілген дәмді тамақ саналып тұщы наннан әлдеқайда қымбат тұрған. Өз шығармалары кейіпкерлерінің тамақ ішуін сипаттап жазған Гомер Грекияның ақсүйектерін нанды өз алдына бөлек тағам деп есептегендігі туралы дәлелдемелер қалдырды. Мұндағы керекті сөздер ертедегі заманымызға нан шығармалары есептегендігі. Бесінші тапсырма. Пирамида әдісімен нанның шығу тарихы туралы өзіндік ойларыңды жазыңдар. Бірінші қадам. Берілген материалмен таныс болғаннан кейін ол бойынша өзіндік түсінік пікір қалыптастыру. Екінші қадам. Жұптарға бірігу, идеялары, ойлары, пайымдауларымен жұбымен бөлісу. Үшінші қадам. Шағын топтарға бірігіп туындаған мәселелерді талқылау, қорытындылау.
Төртінші қадам мәселені шешудің ең тиімді жолдарын жазу. Мұнда бір сөйлеммен үлгі ретінде көрсетілді. Бірінші, нан өте ертеден адамдардың ерекше асы болған екен. Екінші, нан өте тойымды ас, қандай жағдайда да жеуге қолайлы. Үшінші, нанды шамадан тыс көп жеуге де болмайды, себебі семіздік ауруын тудыруы мүмкін. Төртінші, әр адам күніне нанды өз мөлшерінде қолдана білуі қажет. Ізденімдік тапсырма. Ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан нан туралы деректер жинап таныстырылым жасаңдар. Мұнда нан туралы деректер берілді. Осыны слайдтарға бөліп таныстырым етіп шығаруға болады. Нан қасиетті тағам. Дастарханда нан болмаса басқа тағамдар көзге көрінбейді. Нанның қасиеттілігі осыдан-ақ көрініп тұрады. Оның құрамындағы адамның бойына нәр беретін, қуат беретін, ағзаға қажеттінің бәрі бар. Қазақта қатықсыз қара су ішіп нан жесек те амандық болсын деген де сөз бар. Нанды жерге тастама, нанның үстіне зат қойма, нанды төңкерме, нанды бір қолмен үзбе деген сөздің барлығы сол нанның қасиетіне орай айтылған тыйымдар. Тіпті адам ашыққан кезде жоғарыда тұрған нанды құранның үстіне шығып алуға да болады екен. Бірақ нанды баспаған. Нанның қасиеті құраннан да жоғары бағаланатынын білуге болады. Жетінші тапсырма. Мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді қатыстырып, ас атасы нан тақырыбында эссе жазыңдар. Әр адамның күнделікті дастархан басында ең бірінші қол созатын тағамы хош иісті жұмсақ нан. Нан молшылық пен тоқшылықтың белгісі. Оның орнын ешқандай тағаммен алмастыруға келмейді. Қилы замандарда бір үзім нанға қол жеткізе алмай қаншама адам аштықтың құрбаны болған. Сондықтан егде жақсыдағы кісілер бұл тағамның қадірін біліп, нан болмаса ән болмайды деп жастарға ескертіп отырады. Бұрын заманауи технологиялар болған жоқ. Тандырға от жағып қыздырып, нанды соның шоғына пісіретін. Ол тандыр нанның дәмі қандай керемет десеңізші. Таза піскен, қып-қызыл нанды көргенде балалар да қуанып кететін. Атамыз қазақ дастарханда наны жоқтың тамағының сәні жоқ деп нансыз дастархан болмайтынын айтқан. Дастарханымызда нан үзілмесін, заманымыз тыныш болсын, нанды қадірлей білейік. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.